Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге шығыс пирогын дайындаймыз. Шығыс пирогын дайындау үшін бізге май керек. Қант қосамыз. Еліктен өткізілген ұнды біртіндеп қосамыз. Қопсытқыш қосамыз. Тесто крошка жасаймыз. Жұмыртқа қосамыз. Қаймақ қосамыз. Аздап су қосамыз. Жұмсақ қамыр елеміз. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып холодильникке 1 сағатқа тындырып қоямыз. Енді начинкасын, яғни салмамызды дайындаймыз. Менде қара жүзім, грек жаңғағы және кептірілген өрік. Барлығын пышақпен ұсақтап турап алдым. Бал қосып, араластырамыз. Қамырымызды 2-ке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, екіншісін кішілеу қылып. Жұқалап жаямыз. Үлкен бөлігі пирогымыздың астыңғы бөлігі болады. Формамның диаметрі 24. Форманы майламаймыз. Қолымызбен тегістеп шығамыз. Жандарын қатты биік қылмаймыз, тек салмамыз сиятындай болса болды. Бетін тегістеп шығамыз. Бетінгі бөлігін жұқа қылып елеп дайындап қоямыз. Енді меренгамызды дайындаймыз. Белогымызға тұз бен лимонный кислота қосамыз. Алдымен миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Ыдысымыз таза болу керек және белогымызға жылтық түспеу керек. Пайдаланатын белогымыз міндетті түрде комнатный температурада болу керек. Қантымызды 3-4 бөліп қосамыз және миксеріміздің жылдамдығын көбейтеміз. Белогымыз плотно болғанша миксерлейміз. Осылай жабысып азар салыну керек. Бетін тегістеп шығамыз. Үстіңгі бөлігін жаймендеп жабамыз. Шеттерін ақырындап бекітіп шығамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. Жылтокпен бетін майлап шығамыз. Үстіне кунжутымызды сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіреміз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.